Құрметті достар, әріптестер, сіздермен Vibe Coding туралы өзімнің үйренгенімді айтайын. Ал мен Courseraдан оқып жатырмын. Vibe Coding Fundamentals. Осы жерде біраз нәрселерді үйреніп болғаннан кейін практикалық тапсырмаға кеттік. Практикалық тапсырма жалпы бір сайт шығару керек болады. Енді барлықтарыңызға мысалға ChatGPT көпіне жақын ғой. Сол туралы айтып берейін. Мен өзім былай жаздым, орысша, ағылшынша, енді қазақша білесіздер, көп сапалы емес. Нужно создать сайт для учеников 11-12 класс по математике. Былай қарапайым тілмен өзіңіздің проектіңізді сипаттайсыз. На сайте должно быть 9 разделов, где можно поставить ссылки видео YouTube. Нужно связать сайт с доступным материалом, және Кембридждің арнайы программалары бар. Соған мен ChatGPT-ден сұрап тұрмын, напиши промпт для анализирования деп едім. ChatGPT мынандай міне промпт жасап берді. Енді бірақ ChatGPT білесіздер, ол жасанды интеллекттің барлығына тараған түрі, бірақ қатты кәсіби емес. Енді одан кішкене сапалысы мына Vibe Prompter деп аталады. Яғни біз өзіміздің проектті сипаттаймыз. Міне қараңыз, қайтадан жаздым. Нужно создать сайт для учеников 11-12 класс по математике. Сосын видео урок с YouTube канала, мен өзім каналымды қойдым. С возможностью загрузки дополнительными материалами, Word и PDF. Нужно связать сайт с доступным материалом Cambridge Level. На сайте должен быть чат, где учителя могут задать вопросы и написать важные сообщения. Напиши промпт. И сұрайды бізден, ол сайт промптмен сайт түрінде ме, әлде телефондағы application, жаңағы приложение түрінде ме? Әрине сайт түрінде деп көріп жатырмын. Ары қарай ақша табу керек бұл жерде, енді өздеріңіздің опцияларыңыз табасыз. Маған ақша табудың қажеті жоқ. Қосымша ақпараттар сақтауға ешқашан қажеті жоқ. Түрі веб-сайт дедім. External data қай жақтан қосымша материал болады. Менің өзім YouTube каналымды жаздым. Профессиональный деп жаздым. И generate prompt деген осыған промптты құр дедім. Енді Lovable деген осы программада әрине ол біраз уақыт ойланды да, маған мынандай құрып берді. Өзі жазып берді. Бұл былайша айтқанда промпт. Бұл әлі код емес, бұл жай ғана промпт. Осыны копировать еттім де, мынандай программа бар, Lovable. Енді бұл программадан бөлек басқасы да көптір бар. Bolt дейді, Coursera дейді, Coursor дейді. Енді мен әрине Lovable'дың жаңа ғана регистрация жасадым. Ешқандай ақылы платный версиясына кірген де жоқ. Тегін версиясына кірдім де, жаңа копировать еткен нәрсемді мына жерге вставка, copy-paste дейді, сөйтіп қоя салдым. Мына жаңа түгел копировать етілген нәрселер қоя салдым. Сосын прежде чем составить план, уточняю, енді жасанды интеллект сұрап жатыр. Қандай сұрақтары бар екен енді. Мына жерде менен сұрады алдымен қанша, какие именно 9 раздел, мен бағана 9 раздел болса, разделдардың аттарын жазып шықтым. Как должен работать чат дейді, общий чат дедім, без регистрации. Сол сияқты сұрақтарға жауап бердім. Болды, готово деді, сайт собран. Мына жақпен жұмыс істеп жатырмын, былай қарасаңыз. Мына жағында сіздің сайтыңыз көрініп тұрады. Міне былай шыққаннан жүрді. Менің сайтымды жасанды интеллект жасап жатыр. Міне осындай сайт құрды. Басты бет, бөлімдер, өткен жылы тапсырмалар, чат, курс. Бірінші бөлім, курстың бөлімдері, статистика деген сияқты. Былай шыққанда мен бейне сабақтарды өзімнің тіркеп, ссылкаларын осында қойып, былай шыққанда өзім қоя аламын. Барлығын сайт былай шыққанда бір 5 минутта дайын болды. Енді осыны ары қарай публикация жасап, мен әрине дайын сайттың түрі, егер мен программист емеспін, бірақ егер программист ретінде кодын көргізсем, міне кодты бассаңыздар, бұл сайттың құру үшін программасы коды. Мынандай ұзақ, әрқайсысы үлкен беттерден тұрады. Бірақ міне программасын былай шыққанда жасанды интеллект құрып тастады. Программист болу міндетті емес сайт құру үшін, жаңағындай өзіңіздің ыңғайлы кез келген проектті дұрыстап сөзбен түсіндіріп,
промпттарға, олар сіздерге осыған айтсаңыз, олар сіздерге сайт құру тіліне аударып береді. Осыны копировать етіп барып сайтты осымен құр десеңіздер, сайтты сіздердің талаптарыңызға, ұсыныстарыңызға байланысты құрып береді. Міне сайтым құрылғаннан кейін мен бұны енді өзім сайтымды қою үшін арнайы хостинг сатып алуым керек. Мен өзіңіз сайтты қою үшін бір жылына 10 мың, 12 мың теңге, 8 мың теңгелік сатып алу керек. Одан кейін екіншісі домейн сатып алу керек. Домейн деген ол жаңағы сіздің сайтыңызда жаңағы kz немесе com деген сияқты аяқталатын нүктелер. Соны сатып алып, осы сайтты іске асыра беруге болады. Барлығыңызға іске сат. 5 минуттық нәрсе, пайдалы болды деп ойлаймын.